Енді қарастыратын сұрақтың бірі ол керемет бір сұрақтардың бірі деп айта аламын. Себебі мысалы сен ақымақсың, солай емес пе деп қалай айтар едіңіз, иә? Осы сөйлемді аудару үшін, сұрақты аудару үшін так question қолданамыз. Так question, яғни солай емес пе деген сөз. Бұл сөйлемді жасау өте оңай. Бірінші вариант, егер сіздің жарты сөйлеміңіз плюс болса, яғни позитив болса, яғни через үтірден кейін сіздің жарты сөйлеміңіз минуста болады, яғни негативта болады. Мысалы, опять же мен бұны сіздерде present simple шағында көрсетемін. Яғни бір шақта, сіздерге түсінікті болу үшін present simple. Мысалы, I read a book. Мен кітап оқимын. Үтір. Көріп тұрғандай I read позитив формда тұр, плюста тұр. Енді маған не деп айту керек? Солай емес пе деп айту керек. Оны мен негативқа қоюым керек. Мен қалай қоямын? Значит, мына сөйлемде I read-тің болымсыз түрі I don't read болар еді. Сол тұрған don't деген сөзді мұнда алып келесіз. Don't I болады. Don't I. Міне, мен кітап оқимын, солай емес пе? Don't I минуста тұр. Немесе you go to school. Сен барасың мектепке. Естеріңізде болса, бізде present simple күнделікті қайталанатын іс-әрекет болатын, Сен барасың мектепке. Мына жерде негативта қалай болар еді сөйлем? You don't go болатын еді. Сол жердегі don't деген сөзді мына жерге алып келеміз, сонда don't you болады. Солай емес пе деп аударылады осы. He, she формасында мысалға позитив формда етістікке s қоюды ұмытпаймыз. Мысалға he cook тамақ жасайды, оған міндетті түрде позитивта s қосылады. He cooks dinner, ол кешкі ас жасайды. Үтір. Енді мына he, she-тің қасында бізде негатив don't болмайды, ол doesn't болады. Значит, мына жерге doesn't he деп айтамыз. Сонда переводы. Ол кешкі ас жасайды, солай емес пе деп аударылады. Енді сіз бұны наоборот, яғни керісінше істесеңіз болады. Сначала минуста, одан кейін плюста. Онда мен не деп айтамын? Қайтадан, мен кітап оқымаймын, солай емес пе? I don't read a book. Үтір. Мына жерде маған плюс керек, ол үшін мен не істеймін? Мына тұрған нотты алып тастаймын да, do-ді қалдырамын. Сонда do I болады. Міне, переводы мен кітап оқымаймын, солай емес пе деген осы. Мына жерде де дәл осылай, мысалға you don't go to school, do you болады. He, she-ті көрсетейін, потому что ол кішкене өзгеше. He қасында негативта doesn't қоямыз. Doesn't тұрған жерде бізде cook-тың s жалғауы түсіп қалады. Сонда he doesn't cook dinner. Ол кешкі ас жасамайды. Үтір. Мына жерде нотты алып тастайсыз, does-ды қалдырасыз. Сонда does he болады. Міне, мен сіздерге списоктағы етістікпен түсіндірдім. Енді сіз бұны, в принципе, to be-мен де алсаңыз болады, to be. To be өзгеше білесіздер, am, are, is-бен. Мысалы, плюс и минуста көрсетейін. I am 5. Мен 5-темін. Көріп тұрғандай бізде to be тұр. Негативта не істейміз? Бізде am not I деген сөз жоқ. Бұл жерде исключение. Бұл жерде are аласыз. Маған негатив керек, оған not қосасыз. Aren't I болады. Сонда мен 5-темін, солай емес пе деп отырылады осы. Мысалға, you are tall дейік, сен ұзынсың. Плюста тұр, маған негатив керек, are-ны аласыз да, are-ға not жалғауын қосасыз, aren't you. Сен ұзынсың, солай емес пе деп аударылады. He, she-тта көрсетейін. He is a teacher. Ол мұғалім. Сөйлемде бізде to be тұр. Is-ға, значит, мына жерде not жалғауын қосамыз, isn't he. Ол мұғалім, солай емес пе деп аударылады. Бұны да мен көрсеткен сияқты бірінші минус, потом плюсқа да қойсаңыз болады. Мына жерде қалай болар еді? I am not. Маған негатив керек қой. I'm not 5. Үтір. Мына жерде not алып тастаймыз, are-ны қалдырамыз, значит, are I болады. Мен 5-те емеспін, солай емес пе? He, she-тті көрсетейін, He
Isға not жалғауын қосамыз. He isn't a teacher. Ол мұғалім емес. Минуста тұрса, маған плюс керек. Мына жақта нотты алып тастайсыз да, isді қалдырасыз. Сонда is he. Ол мұғалім емес, солай емес пе деген сөз. Көріп тұрғандай керемет конструкциялардың бірі күнделікті өмірде қолдансаңыздар болады. Не только present simple'да, но и басқа шақтарда. Сіздерге бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, достарыңызға жіберуді, тіркелуді ұмытпаңыздар, guys. See ya!